Салам алейкум. Короче, бүгінгі біздің тема трейдингке жолама. Формат немного необычный вот. Мен сендерге стратегия үшін көрсетпеймін, мен сендерге трейдинг жайлы шындықты айтамын. То есть ішімдегіңді айтып сіздермен бөлісім келіп тұр. Біраз менде кішігірім бір психологиялық тұрғыда депрессивный моменттер бар, айтып сендермен сөйлескім келіп тұр. Но білемін, трейдинг саласын өте қызықты. Допустим, мен айтыңдаршы қазір, менің образ өміріме бәрі қызығады. Мен Балиде тұрдым 2 ай, күн сайын гостиницаларды ауыстырдым әдемі. Мен Балиді полностью қарап шықтым. 11 миллион теңге қалдырып кеттім, Потом Қазақстанға қайтып келдім, К5 сатып алдым, қайтадан кетіп қалдым. Причем мен кетіп қалдым Таиландқа, еще Дубайға. Дубайға барған кезде мен 2 спорткарды арендаға кезек алдым. Очень интересный образ жизни, согласен. Но что за этим стоит? Бұның артында не бар? Қарандар, мен қазір Алматы қаласындамын, ЖК Фою, осы жерде квартираның суточный мен 40 мың теңге симатить жатырмын. Завтрак, обед, ужин менде ресторандарда, кофейняларда. Опять-таки, образ жизни очень интересный. Я вот сейчас видео снимаю, менде евро-доллар позициясы шортта тұр, менде уже шамамен $350 уже табыс бар. Классно. Но все-таки, что за этим стоит? Давайте, оны айтып бұрын сендерге бір нәрсе кетейін. Мен Алматы қаласын не үшін келдім? Қазіргі таңда мен үлкен крупный вебинар жасайтын ойым бар. Сол вебинарға дайындық өте көп ақша кетір жатырмын. Дизайнерлерге, камералар профессиональный, цветтер арендаға алып, студияны арендаға алып, как положено. Ол датасы 28-і, сілтемесі осы видеоның астында болды. Тіркеліңдер, потом маған оценка беріңдер. Вот. Енді, осы жерде я хочу попросить вас өздеріңізді менің орныма қою. Прикинь, сен трейдерсің. Причем атақты. Не прям атақты, конечно, согласен, но тем не менее, кішігірім болсын, сен известныйсың. Қаншама адамдар сені аңдиды, сені көреді. И определенности сенің маңайындағы достарың, туыстарың барлығы біледі. Сенің трейдер екеніңді, сенің шетелде көп ақша шашатыныңды, қанша квартираң бар, соның бәрін біледі. И олар саған күн сайын айтады, браттан, что там тема бар ма, юричі, бичісічі. Апайкаларыңыз айтты, алло, Жакөш, менің балама үйретші оқудан шығып қалды, трейдер болсын шын сияқты деді. Как будто вот келе салды, мен бір үйрет салатындай бір спокойно. То есть талпыныс жоқ от себя. Мен даже үйретпекші болғам өзім бір-екі досымды, бір-екі братишкамды. Ну, как говорится, то, что даешь бесплатно, не реализуется. Енді трейдинг бұл бізде психология. Сен өсу үшін өкінішке орай кейбір отношенияларды саған бұзуға, немесе өзіңе уважение шығаруға придется. Қазір түсіндіремін. Мысал үшін, мен трейдинг саласын бастадым. Мен трейдермін, бастап жүрмін. Двигаюсь, жарты жыл болды. И менің жанымдағы достарым маған прикол айтты. Долбоеб деп. Ну, как есть. Хуйня ғой, братан, сен трейдинг. Жоламасаш, это же лохотрон. Вот, прикиньте. Осындай приколдардан кейін мен 2 айға тастап кеттім трейдингті. Потом, слава богу, Грузияда балдарымен мен связьға шығып, сөйлесіп, біреудің тоңыны болған ғой. Я решил по телефону поздравить. Ол маған, что там, брат, трейдинг қалай болып отырған кезде я бросил деген, ол маған ұрысып тастады. Ебать ты черт деді маған. Ол есімді жеп берді мені, қайтадан трейдингке қайтып келдім соның арқасында, прикиньте, а что было бы, если я бросил? То есть сен жандағы адамдар сені сыйламайды трейдинг бастаған кезде. Олар күледі үстінен, сен лохсың олардың көздерінше, курс сатып алған бірдеңке. Но ведь на самом деле это же не так. Қолдау бұл өте маңызды жағдай. Менден кейде курс алғандар, әйел адамдар көбінесе возврат сұрайды, То есть жандос ақшамды қайтар, мен курс оқымайтын болдым. Ойбай, тәте, не болып қалды? То есть мен позитивный отзывқа және негативный отзывтарға нормально отношусь. Мен үшін олар жақсы. Негативный отзыв я принимаю, чтобы улучшать свой продукт. Олардың обратный связь алған кезде былай айтады. Трейдингті бастағаныма 2 апта болды. Күйім ұрысы жатыр. Қаншама ақшаға алдың ана обучениені. Қайда ал результат? Ақша табам деп едің ғой. Жүрсің лох болып біреулерге ақшанды беріп қой. Прикиньте, осындай отношение өзінің ең жақын адам күйеуінен естіген кезде, конечно, ешқандай талпыныс болмайды. Я об этом говорю. Трейдингті бастама дегенім сол да. Но просто қарашы, егер де сен өзіңді сыйлауды үйретсең басында, самое легкое. Допустим, сен обучение алдың біреуден, трейдинг болсын, SMM болсын, похрен, любой сферада. Обучение алғаннан кейін үйіндегілерге сразу айт. Эй, мен оқу жатырмын, қанша ақша төледім, менің мазамды алмаңдар. Потому что сен үйде ноутбукты ашып отырған кезде, олардың көздерінше сен ерігіп отырған адамсың.
бір кино көріп отыр, ойын ойнап отыр. На самом деле ты пашешь, да, сен білім алып отсың, ақша таппақшың, жұмыс істемекшің, бірақ оны түсінбейді. Баршы мусор төгіп кел, баршы ана қонақ келді күтіп ал, баршы там посылка келді, магазинге барып кел. Такого не должно быть к вашим отношениям. То есть сендерді олар сыйлау керек үйлерді алдыңдар. Сразу скажите, мені сыйлайтын бол, маған қолдау беретін бол. Потому что кез келген нишада, не только трейдинг, любой бір бизнесті бастаған кезде ешкім ешқашан бірден ақша тауып кетпейді. Это редко, это пиздец как редко, понимаете? Ондай ниша жоқ өмірде, что сен бастайсың, бір кнопканы басасың, ақшасынан аспаннан фук түсе салады. Жоқ, ондай ниша жоқ. Барлығы талпынысқа байланысты, әрекеттерге байланысты, необычный. Тағы бір мысал, қараңдар, мен трейдинг саласын бастаған кезде менде мақсат болды $500 табу. Сол $500 табу үшін маған $300 керек. Ал ол $300 қайдан аламын мен? Не істеп жүрмін мапиппен жерде. Ол $300 мен қайдан аламын? В первую очередь мен өзім жасап алуым керек, өзіме ресурсты. Яғни менде $10 бар, $10 $20 қыламын, $20 қайтадан $15 қыламын, оны қайтадан 30, то есть әрең мен өсіп келе жатырмын. И осы 5 жылдың ішінде мен $400 мың оборот жасадым. Мен ресурсты өзім таптым. Ойлаңдаршы, 2 миллион теңге табу үшін мен 3 миллион теңге, 4 миллион теңге сделка ашамын. Ол ақша маған қайдан келіп жатыр? Мен өзім тауып отырмын ғой оны. Дұрыс қой, өз ресурсыма. Что произойдет потом? Когда сен трейдинг арқылы жетістікке жетіп, күшті ақша тауып бастаған кезде, сенде $200 мың 5 компаниядан проп компания бар, прикинь, $1 миллион обороттасың. И саған достарың келеді, что там, брат, там бизнес идея бар, инвестиция жасай жүрші. То есть сенің маңайындағы адамдардың барлығында идея бар, бірақ ол идеяны реализовать ететін ресурсты өздері тапқысы келмейді. Олар өздері ақша жинағысы келмейді, олар өздері рисковать еткісі келмейді. Оларға сенің ақшаң керек. Ақша ол инструмент. Сенің ақшаң ол сенің инструментің. Никогда оны біреуге беруші болма. Адамдар солай көрінеді почему-то. Маған білесіңдер ме, күніне қаншама адамдар жазады, брат, инвестор бол, бля, заколебали, честно говорю. В итоге, әрине мен трейдингке жолама деп айтқым келмейді. Просто алдын ала ескерткім келіп тұр. К чему ты должен быть готов? Трейдинг, он даст свободу, но быть готов чем-то пожертвовать. Енді трейдинг қызық болса, әрине тегін сабаққа қатысыңдар, 28 күні болады. Сілтеме сол видео астында. Сендерде де осындай жағдайлар болды ма өмірде, когда вас не поддерживали, но вы пытались выбраться? Давайте өз ойларыңызды жазыңыздар, сөйлесейік.